вауды ваул халия депті. Яғни халді білдіретін. Я тағы да хутамаға кіреді. Қандай хутамаға? Сен оның не екенін білесің бе деген біздің халмен тікелей аударылмайды да, бірақ сонда да бір мағына беру үшін бұған уа әл-халия деп, яғни уау халия, яғни халдық күйді білдіріп тұр ол жерде дейді. Бірақ бізде ол күй білдіретіндей мағынасы жоқ қазақшада. Ма исму истифам, сұрақ. Арайдат ненің орнында тұр? Фи махалли раф'i мубтада. Мубтада, яғни бастауыштың орнында тұр. Ары қарай келеді. Әдра, бұл баяндауыш, етістік түрінде келгендіктен. Фи'лун мадин, фа'илі мустатир, жасырын. Тақдируhu хуа. Алайда кімге қайтады? Мәға қайтады. Демек ки әдра дегеннің ішіндегі хуа ол мә дейді. Ары қарай кәфіміз дамир. Алайда толықтаушы етістікке қосылатын замирлер бізде мәфул бихи, толықтаушты білдіреді. Сондықтан фи махалли насби мәфул бихи деп тұрмыз. Мәнсуб орында тұр деп тұр. Енді бұл сөйлем ғой. Бұл сөйлеміміз фи махалли раф'i хабар. Мәнің хабарының орында тұр, яғни хабар сөйлемі. Ары қарай мәл хутамамыз бар еді. Сол жердегі мәміміз мубтада, көріп тұрсыздар. Әл-хутама, әл-хутамамыз хабар. И бұл екеуі бірге жүмләт мәл-хутама фи махалли насып орында тұр. Алайда сәддәт мәсәддәл мәфулейн. Екі мәфул бихидің орнын басып тұр. Қай екі мәфул бихи? Екінші және үшінші. Өйткені біріншісі кә, ал екінші, үшіншісі мұна мұптадамен хабар болған толықтауыштар деп қаралады. Мұна сөйлемнің өзіне келетін болсақ, халдің орнында тұр, бастағы хутама, бірінші аяттағы хутаманың күйін білдіріп тұр деп қолданады. Қайтадан келетін болсақ, жинақтайтын болсақ аятты, уәмә әдрака, не білдірді, әдра, кә, саған, мә, не ол, әл-хутама, екенін саған не білдірді, қайдан білесің сен? Олар сондай хутамаға міндетті түрде ант болсын тасталады, делініп тұр аятта. Сұрақ бар ма, қыздар? Әрине, қағида өтпеген кісілерге өте көп мәлімет беріліп жатқандай болуы мүмкін, алайда мағынасына... Базынайда сізді мафул бихи дедіңіз ғой? Біз мафул бихиді негізі сіз мансуб деп бересіз ғой, біраз мына жерде үшінші мафул бихиді хутама деп беріп тұрсыз. Иә, бұлар махалли болып кетеді ғой, өткені қараңыздар. Сол жерде ғана дамма тұрғанға мен соны түсінбей қалдым. Атаушы дамма тұрғаны ниеттен ол хабар ғой. Бірақ екеуі хабар, бірақ махалли бинасы. Сөйлем орында тұр. Екінші және үшінші мәфул бихидің. Яғни мұнаның орында тұр. Жаңағы мен берген, мұна екінші, үшіншінің орында мән хутама тұр ғой. Түсіндіңіздер ме? Бірақ бұның асылы мұптада хабар, өткен негізінде мынандай сөйлем. Енді біз терісінен кеттік, әрине. Қазіргі таңда бұл етсіз вообще қолданбайды. Бұл тек қана сол Құранда, діни бір әдебиеттерде ғана кездесуі мүмкін. Бұл етсіз қолданылмайды. Бұның орнына жағаләні қолдана салады. Мысалы, жағаләне әғариф. Менің білуіме септігін тигізді. Менің білуім, маған ескіртті, немесе тікелей хабарлады деген етісті қолданай салады. Деген сияқты. И әннәні қолданып жүреді. Мысалы, мынаның орнына бүйтіп жатпай, ахбара, хабарлады. Ахбара, кім? Ахмад. Алайда кімге десек, бұларда тағы кімге сол Махмуд болып тұра береді, тағы мәнсуб болып. Соңген әннән алып келеді. Что? Әл-муслиму, әннәден кейін тағы фәтха. Саимун. Бұл әннәнің есімі мен хабары. Қазір осы формат көбірек қолданылады. Ана форма келмейді. Бірақ ғалымдар бұрынғы формаға да сондай түсініктемелер берген ғой. Қазіргі тілде қолдану түрі осындай. Ал ескі тілде әдра соны қолдана беретін болған. Үш мәфул бихи алып кете беретін етістік. Келесі аятқа келейік. Мәл хутама деді ғой енді, иә? Алдындағы аятта. Келесі аят енді сұрақты сұрап алғаннан саған не екендігін қайдан білесің, не білдірді саған дегеннен кейін енді Аллах Тағала өзі қайттан түсіндіреді. Наруллахил муқада. Наруллахил муқадаға келместен бұрын сөздеріне қарайық, муқадаға керек.
basa mu, sonunun aldı fetha bolup tursa bu bir isim mef'ul. Yani ırksız ismişi. Tağı dördüncü bab avqada jaktı, otun jaktı dedim. Yuqidu, avqid, iqad. Muqidun jagатын adam, muqadun jagılgan nerse, jagılgan kişi. Yani tozak şunu söyle aytатын bolsak jagılgan. Mına жерде от. От кәдімгідей жалындап тұрып жағылған. Түбірі ауқадама ұстаз кетіңіз. Муқадату. Мұның түбірі, мысалы, түбір етістік ауқада ма, әлде ауқаданың ішінде тағы да? Жоқ, уақада ғой түбірі, уақада. Мына жерде жаңағы 4-ші бап болып тұр, тағы? Иә, тағы да 4-ші бап. Ауқада деп? Иә, тағы да 4-ші. Негізі уақудын деген сөз жиі қолданады қазіргі таңда. Уақудын деген сөз отын дегенді білдіреді. Әсіресе мына мұнай, газ үшін қолданылады да уақуд. Негізінде уақада яқиду дегенде де өзі бүйтеміз ғой, өзі тұтанып кетті дейміз ғой бір нәрсе. Мысалы, от тұтанып кетті, шөп тұтанып кетті дейміз ғой. Өзі тұтанып кетсе уақада. Біреу тұтатса, жақса ауқада ғой сонда. Біреу арқылы істейді, иә? Иә, біреу істегендіктен Аллаху Тағала тарапынан жағылған ғой. Мысалы, уақада яқиду деген етістік бұл. Яқиду. Уақада яқидудың мағынасы жаңағы айтқан тұтанды. Жанды немесе. Жанды. Жандырды болса ауқада. Сонда жақты деп аударатын еді. Тұтатты, жақты десеңіздер 4-ші бап. 4-ші баптың осындай. Ырықсыз есім мүшесінде соның алды фәтха. Бағанағы ырықсыз етістіктегі сияқты негізі. Негізі етістіктерде солай ғой, мыналар етістіктен туындайды қыздар. Просто ондай қатты грамматиканы кіргім келіп тұрған жоқ бұл жерде. Бұлар етістіктен туындайды. Юқиду деген етістіктен, юқидудан муқидун шықты. Ал ырықсызы юқаду ғой, соңының алды фәтха деген етік бағана. Юқаду болса муқадун болып тұр. Жағылады, жағылған. Жағады, жағатын. Жағушы дегенді білдіреді. Енді наруллахил муқаданың өзіне келейік. Негізінде нар деп сөйлем басталып тұрған жоқ. Бұл жерде сөйлеміміз хия нарун деп тұр. Ол от деген сөйлем. Сондықтан ол деп қазақша аудармада да, орысша аудармада эта деп аударылып жүргені бұл жерде бір бастауыш бар. Ол бастауыш түсіп қалған деп қаралады. Ол бастауыш хия кімге қайтып тұр? Хутамаға қайтып тұр. Яғни бұл сөйлем, как будто баста мынандай сөйлемді, как будто әл-хутамату. Хутама дегеніміз не ол? Нарун. Хутама дегеніміз от. Сонда мына хутаманың орнына алда айтылып кеткеннен кейін хия деп айтуымызға болады. Бұл жерде хияның өзін де түсіріп жүрген. Түсінікті ма? Нарун. Енді бізде нарун деп келіп тұрған жоқ, не деп келіп тұр? Наруллахи. Бұл тіркес қандай тіркес еді? Мудаф не? Иә, Аллахтың оты дейді. Одан кейін Аллахтың оты деген кезде араб тілінде Аллах сөзі белгілі болғандықтан, нар сөзі де белгілі. Мынандай ереже бар. Изафеттің бірінші мүшесі болған нар, оның анықтаушы бірден артынан келмейді. Негізінде анықтаушы сразу артта тұрады ғой. Бірден артынан келмейді. Екінші мүшеден кейін келеді. Сондықтан қараңыздар, әл-муқада деген анықтауыш, нар сөзінің анықтауышы мудаф илейхтен кейін келді. Нардың анықтауышы. Наруллахил муқада. Анықтауы қандай? Аллахтың қандай оты жағылған? Ол Аллахтың жағылған оты. Едакта от жанатын нәрсе ғой, бірақ Аллах тарапынан жағылған Аллахтың оты. Кәдімгідей қатты жанған от дегенді білдіреді. Нарун хабар дейді, қараңыздар. Хабар деу үшін алдында бір мубтада бастауыш болу керек қой. Сондықтан ли мубтада ин махзуф, түсіп қалған бастауыштың хабары. Ол түсіп қалған бастауыштың тақдирі, яғни бағалануы хия, яғни нарулла. Ва хия мудафа, нар сөзі мудаф. Аллах сөзіне қарап жазсаңда лафзул жалала, ұлылық есімі
mudaf ileyh mecrur bil kesra. Және de sıfatun muqada sözü necedir? Muqadatun sözü el muqada. El muqadatu sözümüz ol sıfatun linnar. Nar sözün merfu'a bid damma. Yani tikili артынан келмеді, mudaf ileyhten keyin keldi. Қазіргі таңда бұндай тіркес оншалықты көп келе бермейді. Қазіргі кезде бөліп жүреді бұндайды әдетте. Нарун ан-нару ал-муқадату лиллах деп бөліп жүреді мысалы қазіргі таңдағы тексттарда әдетте изафетті олай шатаспасын бірден анықтау үшін артынан көрсін дейді. Бұл түсінікті ме? Наруллахил муқадату. Келесі аят осы аятпен жалғасы. Бөлек сөйлем емес. Өйткені әлләти деп келіп тұр. Нәстәғиду білlah. Әлләти таттали'у алал афида. Әлләти қандай сөзден кейін анықтауыш ретінде келетін еді? Белгілі сөз, иә? Нар сөзі белгілі. Неліктен нар сөзі белгілі әл артиклі алмаса да? Өйткені Аллах сөзі белгілі болса, бірінші сөзде белгілі болып саналады. Автоматически. Сонда бұл нар сөзінде қазір бізде екі анықтауыш болып тұр. Бірінші анықтауышымыз әл-муқада, екінші анықтауышымыз әл-ләти. Негізінде әл-муқада дегеніміз, қыздар, әл-ләти деген мағынаны білдіреді бұл да. Әл-ләти уқидат, жағылған. Оның орнына сол мағынаны бұл да біледі. Мына жерде басындағы әл-итакта әл-ләти деп қаралады. Сондықтан бір анықтауышын мынандай түрде беріп, бір анықтауышын анандай түрде беріп тұр. Наруллахил муқада әл-ләти. Не істейді ол? Вауды ваул халия депті. Яғни халді білдіретін, тағы да құтамаға кіреді. Қандай құтамаға, сен оның не екенін білесің бе деген біздің халмен тікелей аударылмайды, бірақ сонда да бір мағына беру үшін бұған уа әл-халия деп, яғни уау халия, яғни халдық күйді білдіріп тұр ол жерде дейді. Бірақ бізде ол күй білдіретіндей мағынасы жоқ қазақшада. Ма исму истифам, сұрақ. Арайдат ненің орында тұр? Фи махалли раф'i мубтада. Мубтада, яғни бастауыштың орында тұр. Ары қарай келеді. Әдіра, бұл баяндауыш, етістік түрінде келгендіктен, фәғлін мадын, фәғілі мұстатир, жасырын, тақтируғу хуа, алайда кімге қайтады? Мәға қайтады. Демекке әдіра дегеннің ішіндегі хуа ол мә дейді. Ары қарай, кәфіміз дамир, алайда толықтаушы етістікке қосылатын замирлер бізде мәфул бихи, толықтаушты білдіреді, сондықтан фи махалли насби мәфул бихи деп тұрмыз. Мәнсуб орында тұр деп тұр. Енді бұл сөйлем ғой. Бұл сөйлеміміз фи махалли раф'i хабар. Мәнің хабарының орында тұр, яғни хабар сөйлемі. Ары қарай мәл хутамамыз бар еді. Сол жердегі мәніміз мубтада, көріп тұрсыздар. Әл-хутамамыз хабар. Бұл екеуі бірге жүмләт мәл хутама фи махалли насып орында тұр. Алайда Сәддәт мәсәддәл мәфулейн. Екі мәфул бихидің орнын басып тұр. Қай екі мәфул бихи? Екінші және үшінші. Өйткені біріншісі кә, ал екінші, үшіншісі мұна мұптадамен хабар болған толықтауыштар деп қаралады. Мұна сөйлемнің өзіне келетін болса, халдің орнында тұр, бастағы хутама, бірінші аяттағы хутаманың күйін білдіріп тұр деп қолданады. Қайтадан келетін болсақ, жинақтайтын болсақ аятты, уәмә әдірака, не білдірді, әдірака, саған, мә, не ол, әл-хутама, екенін саған не білдірді, қайдан білесің сен? Олар сондай хутамаға міндетті түрде ант болсын тасталады, делініп тұр аятта. Сұрақ бар ма, қыздар? Әрине, қағида өтпеген кісілерге өте көп мәлімет беріліп жатқандай болуы мүмкін, алайда мағынасына. Базынайда сіз жаңа мафул бихи дедіңіз ғой? Біз мафул бихиді негізі сіз мансуб деп бересіз ғой, бірақ мына жерде үшінші мафул бихиді хутама деп беріп тұрсыз.
Иә, бұлар махалли болып кетеді ғой. Өйткені қараңыздар. Бұл Сол жерде жердегі ана дамма тұрғанға мен иә, соны түсінбей қалдым. потому что Жақсы, дамма жақсы. тұрғаны неліктен? Ол хабар ғой. Бірақ екеуі Хабар, бірдей бірақ махалли Сәл- бинасы иә, ба? сөйлем орында Ә, тұр. Екінші және үшінші мәфул бихидің. Яғни мынаның орында тұр. Жаңағы мен берген мына екінші, үшіншінің орында мән хутама тұр ғой. Түсіндіңіздер ме? Бірақ бұның асылы мүптада хабар, өйткені негізінде мынандай сөйлем. Енді біз терісінен кеттік әрине. Қазіргі таңда бұл етсік вообще қолданбайды. Бұл тек қана сол Құранда, діни бір әдебиеттерде ғана кездесуі мүмкін. Бұл етсік қолданылмайды. Бұның орнына жааланы қолдана салады. Мысалы, жаалани әғриф. Менің білуіме септігін тигізді. Менің білуім маған ескертті. Немесе тікелей хабарлады деген етсікті қолдана салады. Деген сияқты. И әннаны қолданып жүреді. Мысалы, мынаның орнына бүйтіп жатпай, ахбара хабарлады. Ахбара кім? Ахмад. Алайда кімге десек, бұларда тағы кімге сол Махмуд болып тұра береді, тағы мәнсуп болып. Содан кейін әннан алып келеді. Что әл-муслиму, әннадан кейін тағы фатха, саимун. Бұл әннаның есімі мен хабары. Қазір осы формат көбірек қолданылады. Ана форма келмейді. Бірақ ғалымдар бұрынғы формаға да сондай түсініктемелер берген ғой. Мынау қазіргі тілде қолдану түрі осындай. Ал ескі тілде әдіра соны қолдана беретін болған. Үш мәфул бихи алып кете беретін етістік. Келесі аятқа келтірейік. Мәл хутама деді ғой енді, иә? Алдындағы аятта. Келесі аят енді сұрақты сұрап алғаннан саған не екендігін қайдан білесің, не білдірді саған дегеннен кейін енді Аллаһу Тағала өзі қайтадан түсіндіреді. Наруллахил муқада. Наруллахил муқадаға келместен бұрын сөздеріне қарайық. Муқадаға керек. Басы му, соның алды фатха болып тұрса, бұл исім мәфул, яғни ырықсыз есімше. Тағы төртінші бап, ауқада жақты, отын жақты деген бап. Юқиду, ауқид, иқад. Муқидун жағатын адам, муқадун жағылған нәрсе, жағылған кісі. Тозақ үшін айтатын болсақ, жағылған. Мына жерде от кәдімгідей жалындап тұрып жағылған. Түбірі ауқадама ұстаз кетіңіз. Муқадату. Муқаданың түбірі, мысалы, түбір етістік ауқада ма, әлде ауқаданың ішінде тағы да? Жоқ, уақада ғой түбірі, уақада. Мына жерде жаңа төртінші бап болып тұр, иә? Иә, тағы да төртінші бап. Иә, тағы да төртінші. Негізі уақудын деген сөз жиі қолданады қазіргі таңда. Уақудын деген сөз отын дегенді білдіреді. Әсіресе мына мұнай, газ үшін қолданылады да уақуд. Негізінде уақада яқиду дегенде де өзі, бітеміз ғой, өзі тұтанып кетті дейміз ғой бір нәрсе. Мысалы, от тұтанып кетті, шөп тұтанып кетті дейміз ғой. Өзі тұтанып кетсе уақада. Біреу тұтатса, жақса ауқада ғой сонда. Біреу арқылы істейді, иә? Иә, біреу істегендіктен Аллаһу Тағала тарапынан жағылған ғой. Мысалы, уақада яқиду деген етістік бұл. Яқиду. Уақада яқидудың мағынасы жаңағы айтқан тұтанды. Жанды немесе. Жанды. Жандырды болса ауқада. Сонда жақты деп аударатын еді. Тұтатты, жақты десеңіздер төртінші бап. Төртінші баптың осындай. Ырықсыз есімшесінде соның алды фатха. Бағанағы ырықсыз етістіктегі сияқты негізі. Негізі етістіктерде солай ғой, мыналар етістіктен туындайды қыздар. Просто ондай қатты грамматиканы кіргізіп тұрған жоқ бұл жерде. Бұлар етістіктен туындайды. Юқиду деген етістіктен, муқидун шықты. Ал ырықсызы юқаду ғой, соңының алды фатха деген етік бағана. Юқаду болса муқадун болып тұр. Жағылады, жағылған. Жағады, жағатын, жағушы дегенді білдіреді. Енді наруллахил муқаданың өзіне керек. Негізінде нар деп сөйлем басталып тұрған жоқ. Бұл жерде сөйлеміміз хия нарун деп тұр. Ол от деген сөйлем. Сондықтан ол деп қазақша аудармада да, орысша аудармада эта деп аударылып жүргені, бұл жерде бір бастауыш бар.
ол бастауыш түсіп қалған деп қаралады. Мгм. Ол бастауыш Жақсы. хия кімге қайтып тұр? Хутамаға қайтып тұр. Яғни бұл сөйлем, как будто баста мынандай сөйлемді, как будто әл-хутамату. Хутама дегеніміз не ол? Нәрун. Хутама дегеніміз от. Сонда мына хутаманың орнына алда айтылып кеткеннен кейін хия деп айтуымызға болады, иә? Ал бұл жерде хияның өзін де түсіріп жүрген. Түсінікті ма? Нәрун. Енді бізде нәрун деп келіп тұрған жоқ, не деп келіп тұр? Нәруллахи. Бұл тіркес қандай тіркес еді? Мудaf не? Иә, емес. изафетті тіркес. Иә, Аллахтың оты дейді. Одан кейін Аллахтың оты деген кезде араб тілінде Аллах сөзі белгілі болғандықтан, нар сөзі де белгілі. И мынандай ереже бар. Изафеттің бірінші мүшесі болған нар, оның анықтауышы бірден артынан келмейді. Негізінде анықтауыш сразу артта тұрады ғой. Бірден артынан келмейді. Екінші мүшеден кейін келеді. Сондықтан қараңыздар, әл-муқада деген анықтауыш, нар сөзінің анықтауышы мудаф илейхтен кейін келді. Нардың анықтауышы. Наруллахил муқада. Сипаты ұстаз? Анықтауы қандай, Аллахтың қандай оты жағылған. Ол Аллахтың жағылған оты. Айтақ та от жанатын нәрсе ғой, бірақ Аллах тарапынан жағылған Аллахтың оты. Кәдімгідей қатты жанған от дегенді білдіреді. Нарун хабар дейді, қараңыздар. Хабар деу үшін алдында бір мубтада бастауыш болу керек қой. Сондықтан ли мубтада ин махзуф, түсіп қалған бастауыштың хабары. Ол түсіп қалған бастауыштың тақдирі, яғни бағалануы хия, яғни наруллах. Ва хия мудафа, нар сөзі мудаф. Аллах сөзін иғраб жасағанда лафзул жалала, ұлылық есімі, мудаф илей мәжрур бил кәсра. Және де сифатун, муқада сөзі, муқадатун сөзі, әл-муқада. Әл-муқадату сөзіміз, ол сифатун линнар, нар сөзің, марфуа биддамма. Яғни тікелей артынан келмеді, мудаф илейхтен кейін келді. Қазіргі таңда бұндай тіркес оншалықты көп келе бермейді. Қазіргі кезде бөліп жүреді бұндай әдетте. Нарун, ән-нару, әл-муқадату лиллах деп бөліп жүреді, мысалы қазіргі таңдағы текстарда әдетте изафетті олай шатаспайсын, бірден анықтаушының артынан көрсін дейді. Бұл түсінікті ме? Наруллахил муқадату. Келесі аят осы аятпен жалғасы. Бөлек сөйлем емес. Өйткені әлләти деп келіп тұр. Нәстәғизу білә. Әлләти татталиғу аләл әфеда. Әлләти қандай сөзден кейін анықтауыш ретінде келетін еді? Белгілі сөз, е? Нар сөзі белгілі. Неліктен нар сөзі белгілі, әл артиклі алмаса да? Өйткені Аллах сөзі белгілі болса, бірінші сөзде белгілі болып саналады. Автоматически. Сонда бұл нар сөзінде қазір бізде екі анықтауыш болып тұр. Бірінші анықтауышымыз әл-муқада, екінші анықтауышымыз әл-ләти. Негізінде әл-муқада дегеніміз, қыздар, әл-ләти деген мағынаны білдіреді бұл да. Әл-ләти уқидат, жағылған. Оның орнына сол мағынаны бұл да біледі. Мына жерде басындағы әл-итақта әл-ләти деп қаралады. Сондықтан бір анықтаушын мынандай түрде беріп, бір анықтаушын анандай түрде беріп тұр. Наруллахил муқада әлләти. Не істейді ол? Қандай от? Жағылған от. Қандай от? Тәтталиғу. Яғни қазақша аудармасында шалатын бет. От шалып жер дейміз ғой. Бұл жерде мынандай мағынада келіп тұр. Адамның сыртынан бастап жағады ғой, мысалы, денеден. Бірақ жүрегіне дейін өшеді дейді, оттың несі, ауырлығы, әсері. Сондықтан жүректерге сондай, жүректерді шалатын, тек сыртқы теріні ғана жағатын емес, жүректерге дейін жетеді.